25 отбасының 20-сы жалдамалы үйде тұратын өзіміздің қаракөз қарындастарымыз. БАМ дачасынан Сатпаевқа мектепке бара алмай жүрген жағдайын көріп, баспанаға барғаннан кейін енді дәл қасындағы мектепке барам деген қуанышын көріп, біз шабыттандық та. Именно осы Қазақмыс корпорациясында еңбек ететін жанашырлардың саны біздің қорға 3450 адам болды. Тамаша. Армысыз көрермен, Ұлытау Инсайт медиа агенттігінде басқа көзқарас бағдарламасының кезекті подкаст шығарылымы. Бізде бүгін қонақта Ұлытау қорының, қайырымдылық қорының төрағасы Ерішев Ерлан Салубекович мырза. Біздің подкастқа қош келдіңіз. Қош көрдік. Жалпы Ерлан мырза, Ұлытау қоры жайлы бізге ашық түрде айтып берсеңіз. Ол не қор, немен айналысады, қашан құрылды, мақсаты, міндеттері қандай? Жалпы Ұлытау қоры бізде сәуір айының 23 жылы ашылған болатын, құрылған болатын. Бұл қорды ашқан себебіміз енді өзіңіз білесіз, біз Ұлытау облысында андай үлкен мекеме бар. Қазақмыс, соның еңбеккерлері бар, мысалы. Кеншілер болсын, байытушылар болсын, әртүрлі сервистерде еңбеккерлер бар. Бірақ бізде өкінішке орай сондай бір қор болмады. Мақсатымен жаңағыдай баспана ретінде жаңағыдай мұқтаждарға баспананы сыйлап, жаңағыдай садақа жинап, осындай біргетіндей. Басында біз негізі бұрыннан садақа жасап, жаңағыдай өзім еңбек ететін учаскемізбен қосылып, садақа жинап, құрбан айтта болсын, Рамазан айында болсын, басқа да жұма күндері болсын, айламыздан жинап, былай садақа беретінбіз. Продуктылай болсын, жаңағыдай басқа да көмек беретінбіз. Қолымыздан келгенше. Қолымыздан келгенше, иә. Бірақ соңғы біздің шыққан жаңағыдай продукты таратқан кезде Сатпаевта еріктілер тобы бар. Сол Алдияр деген жігіт бар, сол қор емес енді, олар еріктілер тобын басқарушы. Сол кісілермен бірге азық-түлік таратқанда 25 отбасыға тараттық. Сол 25 отбасының Сатпаев қала бойынша 25 отбасының 20-сы жалдамалы үйде тұратын өзіміздің қаракөз қарындастарымыз. Осындай жағдайды көріп отыра, біз негізі осындай қор ашпасқа деп ой келді. Кейін достарымыз бар, әріптестеріміз бар, осылай жиналып, құрылтай құрып, қор ашамыз деп мақсат қойып, бастапқыда біз Қазақмыс корпорациясымен келісімшартқа отырған жоқпыз. Құр өзіміз садақа 100 теңге болсын, 200 теңге болсын жинап, Нұртөбедегі 3 баласымен тұратын Анастасия деген кісіге баспана алып беруге ниет білдірдік. 2 айма, 2,5 айға жуық уақыт кетті, 2 бөлмелі пәтер алып бердік. Ол қарапайым халық болды, еңбеккерлер болды, кәсіпкерлер болды, ярмарка ұйымдастырдық, жаңағыдай қайырымдылық ярмаркасын сөйтіп алып берген болатынбыз. Кейін айтады ғой, өзі ұнатты барлығымызға ол. Садақа, жаңа Фатима деген қызымыз, сол отбасының 1-ші классқа баратын қыз, БАМ дачасынан Сатпаевқа мектепке бара алмай жүрген жағдайын көріп, баспанаға барғаннан кейін енді дәл қасындағы мектепке барам деген қуанышын көріп, біз шабыттандық та. Кейін Қазақмыс корпорациясының басшылығына үлкен алғысымызды айтамыз. Неге десеңіз, сол 1-ші баспана болсын, одан кейін біз қазіргі таңда 8 баспана берілді Ұлытау қорымен. Тамаша. Ол үлкен көмек болды. Қазақмыс корпорациясының басшылары бізбен бірге келісімшартқа отырды. Қандай келісімшарт? Әр еңбеккер, біз енді өзіміз Қазақмыс корпорациясының еңбеккері болғандықтан бізді тексерді, қорымыз заңды түрде тіркелген. Жаңағы айтып отқандай 23 жылдың сәуір айынан бастап еңбек жұмыс жасап жатыр. Ол кісілер бүкіл құжатымыз тексеріп, жаңағыдай келісімшартқа отырды. Әр еңбеккер Қазақмыс корпорациясы еңбек ететін өз еркімен қалаған сомасын біздің қорға аударылады. Қордың счетына. Сосын ол қордың ақшасы бір баспанаға жеткеннен кейін біз жаңа мұқтаж отбасына баспана алып беріп жатырмыз. Қазіргі таңда Сатпаев қаласынан 4 баспана, Жезді елді мекенінен 1 баспана, Жезқазғаннан
2 баспана алып берілді. Аллаға шүкір 8 баспана болды осымен. Енді басында үлкен қорлар негізі бізге әсерін берді. Харекет сияқты, Алла разы болсын, Асаруме болсын, ол кісілер біздің өңірге келіп, біздің облысқа, қалаларымызға келіп, біздің қаракөз қарындастарымыздың көз жасын көріп, баспана беріп, сыйлап, қуаныштарына бөленіп жүргеннен кейін біз неге өзіміздің өңірімізде осындай Қазақмыс корпорациясына еңбек ете отыра 1000 теңгемен жинап, неге баспана алып бермеске деген сондай ниет болды. Аллаға шүкір, қазіргі таңда именно осы Қазақмыс корпорациясына еңбек ететін жаңашырлардың саны біздің қорға өзінің қаражатын аударатын кісілер 3450 адам болды. Тамаша. Осы себептен 3 айда 2 баспана беріп жатыр қазіргі таңда. Керемет көрсеткіш ғой. Аллаға шүкір, осындай азаматтарымыз күннен сайын күннен күнге көбейіп жатыр. Ал жаңағы сізге қор мүшесі болуға өзінің айлығынан жаңағы мейлі ол 500 теңге болса да 1000 теңге болса да ұстап қалатындай кімдер бола алады? Бұл жерде енді Қазақмыс корпорациясының еңбеккері, сосын оның ішінде де бөлінеді ғой. Жаңағыдай КМС мысалы, КМС-пен бөлек соглашение отырдық. Бұл кісілер бөлек бізге тіркеліп, қазір өтініш жазуда. Кейін ШПТ ол кісілермен де бөлек соглашение отырдық. Ол кісілер де қосылып жатыр қатарымызға. Болашақта енді мына ЖМЗ бар. Ол кісілермен смелтинг болғаннан кейін бөлек соглашение отыру керек. Қазақмыс корпорациясында ЖЦМ бойынша еңбек ететін әр еңбеккер өзінің қалауымен бізге өтініш жазады, қалаған сомасын біздің счетқа аударылады. Біз оны қабылдаймыз. Өзіміздің бухгалтеріміз бар. Алия апамыз қазір негізі зейнетте. Оған қарамастан бізге жаңағыдай өзінің жұмысын, қағаздарын, бухгалтериямызды жүргізіп жатыр. Сол кісіге өткіземіз, сол кісі тіркейді өзімізге, қағаздарымызды жинап кәдімгідей. Сосын екінші бөлігін жаңағыдай еңбеккердің өз мекемесінің бухгалтериясына өткіземіз. Сосын қалаған өзіміздің жазылған реквизитке аударады. Сонда жұмыскер өзінің қалтасынан тіріде ақша болсын ештеңке аудармайды, жұмыстан өзінің бас есепшісі соны ұстап қалады. Айлықтан ұстап қалады. Арызға жазылған, өтінішке жазылған суммаға байланысты. Ондай болмау керек. Жазылған суммасын, қалаған суммасын өзінің садақа ретінде бір рет жазылады, ол уже ай сайын ұстала береді. Біздің қорға кетеді. Ол біріншіден оның бір жақсы жағы, мысалы бізге бұл өтінішті қолданбай тұрғанда, Қазақмыспен келісімшартқа отырмай тұрғанда бізге көп адам жазды. Ол кісілер айтады, енді өзіміз социальный ролик көреміз дейді, көмек бергіміз келеді, бірақ Каспиімізді мысалы 2000 теңге тұрады, нәпсіміз жинып кетеді, ұмытып кетеміз дейді, сондай көмек беруге. Мына жерде бір жақсы бір рет жазды, ол айлықтан кетіп отырады да. Бұл жүйеленген жұмыс қой. Сезілмейді, бірақ осы айтып отырмын, қазіргі 3450 адамымыз берілген 8 баспанаға үлесі барды. Әрқайсының үлесі барды. 500 болсын, 1000 теңге болсын жазғаны. Қазір 1000 теңге жазғандарымыз басында қазіргі таңда олар 5000-ға 10.000-ға өзгертіп атқандар ғой. Сол себептен ол садақаның үлкен көмегі да. Ол да сосын өзі үшін де біліп жүреді ғой. Мына қоныс той болсын, осындай жәрдем беріп жатқан мұқтаж отбасыларға осығандай әйтеуір менің бір кішкентай үлесім бар деген сияқты. Ешкімге жарнамаламаса да әйтеуір іштей бір тыныштық па, сонда бір тауып жүреді ғой осы өмірде. Әйтеуір бір жақсы бір сауапты іске менде үлесім бар деген сияқты. Бұл өте керемет. Жалпы сіз осы мұқтаж отбасы деп айтып келесіз. Қандай принциптер, критерийлермен сіз сол 8 баспананы бердіңіз, және болашақта да беруді жоспарлы жұмыстарыңыз қалай? Жаңағыдай мұқтаждардың санын зерттеп болғаннан кейін біз бастапқыда үкімет тарапынан зерттейміз, сосын жаңағыдай өзіміз нотариально юрист арқылы тексеріп болғаннан кейін, мысалы 4 мұқтаж отбасына дайындап қоямыз, кейін басшыларға хат жолдаймыз. Осындай күні әр мекемеден бір
комиссия мүшесін жіберуге рұқсат сұраймыз да. Кейін басшылар қалаған уақытымызда жұмысынан босатып, болмаса жұмысынан кейін бізге жібереді. Сатпаев әкімдігі бізге уақытша Сатпаев қаласында Құсайынов көшесінде достық үйін кабинет берген болатын. Сол жерде жиналыстар ұйымдастырамыз. Сол комиссия мүшесін жинап, 4 мұқтаж отбасыны қоямыз ортаға. Ол кісілерге бүкіл жағдайын түсіндіреміз. Қандай мұқтаждықтары бар, қандай жерде тұрып жатыр, қандай қазіргі таңда баспанаға қаншалықты мұқтаж екенін түсіндіріп береміз. Ол кісілер сосын таңдайды. Бұл не үшін істеледі? Прозрачность болсын, сосын бір жақты шешім болмасын, өзінің адамдарын беріп жатыр деген сондай пікір болмасын. Әр адам өзінің көзімен көріп, жаңағыдай бүкіл жағдайды білгеннен кейін дауыс береді. Қазіргі таңда соңғы рет бізде жиналыс болғанда КМС болсын, СОЕ, жаңағыдай шахталар қатысқан болатын. Сол кезде ол кісілер дауыс берді. Сол тәртіппен 4 отбасыны белгілеген болатынбыз. Ол да бұл жұмысы принципі сақталып қалады. Сақталды, Құдай қаласа. Осы алдағы уақытта сондай бір өтініш жазып, жұмыстан босатып, болмаса жұмыстан кейін жаңағыдай комиссия мүшесін құратын боламыз. Уже басқа адамдар келе ме білмейміз. Ол кісілерге жаңағыдай мұқтаж отбасылар дайындап қоямыз. Мұқтаж отбасыларды қалай бізге хабарласады? Басында біз үкімет тарапынан мешіттің спискісін іздеген болатынбыз, өйткені ол кезде опыт жоқ. Қазіргі таңда бізде мысалы жаңағыдай еңбеккерлер, Қазақмыста еңбек ететін, болмаса бізді қорды танитындар, өзінің көршісін білет, болмаса жаңағыдай мұқтаж адамдарды білетін болса, бізге хабарласады, WhatsApp нөмірге, Instagramға жазады. Кейін біз барып, на месте сол мұқтаж отбасыға хабарласып, тексере бастаймыз, танысып, тексереміз өзіміз. Бүкіл мән жағдайды біліп, ашық айтып, сұхбаттасып, әрине. Солай біліп жатыр қазіргі таңда. 30-ға жуық отбасы бар, бірақ тексерілген 4-5 отбасы Алланың қалауымен сөйтіп ақырындап жұмыс жасап жатыр. Уақыт аз, неге десеңіз, өзіміз еңбек етеміз, 4-5-те жұмыстан шығамыз да, кейін осы қордың шаруасымен жүреміз да. Күнде әйтеуір бір әрекет етіліп жүреді сол қордың жұмысы барысында. Оның үстіне сіз ешқандай айлық алмайсыз. Жоқ, біздің қордың мүшелері айлық алмайды. Неге десеңіз, жаңа айтқанымдай, өздері еңбек етеді, жалақылары бар. Тек Алланың разылығы үшін осындай үлесім болсын, көмегім болсын деп, ондай бізде 12 адам қазіргі таңда. Есігіміз ашық, біреу келіп бізге қосылам десе, бізбен жүрсін, көрсін. Бірақ көбісі жаңағыдай уақытын құртқысы келмейді да. Ондай адам аз, бірақ бар. Енді саны қатарларыңыз өтеді деген ойдамын. Көбейіп жатыр, Аллаға шүкір. Ол жаңа қасымызда жүрген 12 адам, жаңа айтқанымдай, қыздар да бар, ұлдар да бар. Жаңа баспананы барады, жинайды. Бір жері шамалы ремонт керек болса, өздері істейді. Жаңағыдай сылап жөндеп, көп жұмыс жасалады, бірақ ол кісілер айтылмайды. Құдай қаласа ертең 2 жылдық есебімізді бергенде ол кісілерді бөлек марапаттаймын ба деп отырмын. Тамаша. Оған дейін шығып қоймаса. Қазір біліп қояды осыдан. Жоқ, біле берсін. Біз енді осы Ұлытау қоры ашылғалы бері бізде негізі осы Ұлытау облысында 5-6 қор бар. Жұмыс жасап жатқан. Алла разы болсын, кісілерге ем жағынан болсын, жаңағыдай азық-түлік бойынша болсын, көп жұмыс жасалды. Сол қорлармен ақылдаса отырып, құрылтай ұйымдастырып, сонда мақсат бөлген болатынбыз. Біз енді Ұлытау қоры баспананы таңдадық. Өйткені біз жаңа айтып өттім, Қазақмыс корпорация еңбек еткеннен кейін бізде жалақымыз бар, жаңағыдай 1000 теңгеден көп түкірсе көл демекші, жақсылыққа шақырамыз деп ниеттеніп, енді Аллаға шүкір қазіргі таңда 3440 адам деп айтып кеттім ғой. Ол кісілер қосылды, и баспана, тек қана баспананы бекітіп отырмыз. Неге? Ол баспана кімге беріледі? Жалғыз басты ана, көп балалы. Не болмаса жетім балалар. Біз алдында 2 бөлмелі пәтерді мынау Жезқазған қаласының бір общежитиясында 3 жетім қыз қарындасымыз тұрып жатты. 15 жыл бойы сол жерде тұрады екен. Анасы да, әкесі де қайтқан, ол кісілердің
сол кісілерге алып берген болатынбыз. Сол біздің критерий осы. Қазіргі таңда жалғыз басты ана, көп балалы. Иә. Өйткені ол кісілерді квартира жалдауға да әр адам кіргізе қоймайды. Неге десеңіз, ремонтымды құртады дейді. Болмаса көршілеріміз мазаланады. Иә. Сол себептен Сенімсіздік жеңілдік болсын. Сенімсіздік болады да. Бұл үлкен жеңілдік ол кісілерге. Өзінің баспанасы. Әрине. Егер де балаға шақсақ, бала санын санасақ, қазіргі таңда 40-қа жуық бала өзінің баспанасында тұрып жатыр да. Тамаша. Ешкім кет демейді, әй демейді, жай демейді. Өзі жататын бөлмесі, жылы, таза, сабағына барады, келеді. Әйтеуір бір алаңдап жүрмейді, ұрсады ғой деп, жаңа пәтер иесі келеді деп, әйтеуір ай сайынғы жалақысын қалай көтереміз деп, үйде үлкендер де уайымдамай жүреді. Әйтеуір бұл да үлкен жеңілдік қой, былай қарап отырсаңыз. Сосын мен бір білетінім жеке өзім. Сіз осы үйлер мұқтаж адамдарға көмектесуде ұлтқа және дінге қарамайсыздар. Ол да енді жақсылық ондай нәрсе қарамау керек деп ойлаймыз. Енді садақа да ондайға қарамайды. Мысалы, дінге, ұлтқа бөлінсек, біздің ата-бабамыз ондайға бөлінбеген да. Өзіңіз білесіздер, қаншама халыққа көмектескен. Қазір біз Қазақстанда қаншама халық тұрады мысалы. Оның бәрі неден? Біздің жүрегіміздің ашықтығына, біреуге қол ұшымызды созуға дайын тұратымыз ғой. Негізі қазақ халқы өзі сондай ғой. Алдында мен сізге осы бір хабарласып көмек сұраған кезде бір кісіге өздеріңізде көмектестіңіздер, 7-ші баспана алып беруге көмектестіңіздер. Сонда сізден естігенім, бізде кезекте 35 отбасы бар дедіңіз. Тексерілмеген. 35 қазіргі таңда енді 32-33 мұқтаж отбасы тұр. Оның 5-6-ын тексеріп үлгердік. Жан-жақтан тексеру керек. Өзіңіз білесіз, қазіргі таңда үкімет тарапынан да бұл кісілер кезекте тұрғандар бар. Бірақ өкінішке орай андай кезектері алысты. Бұл кісілер мысалы көбісі көп балалы ана болғандықтан не жұмыс істей алмайды, жаңа пособиемен өмір сүріп жатыр да. Болмаса еңбек етеді, бірақ жалақысы аз. Біз сосын айта кетейін, Қазақмыс корпорациясында еңбек етпейтін кісілерге жәрдем береміз да. Жалпы барлығына ортақ қарамай. Елді мекенге де. Елді мекенге қарамаймыз. Құдай қаласа Жанарқа болсын, Жайрем болсын, сол жақтарға барғымыз келіп жатыр. Көру керек, шақырып жатқандар бар ол жақтан. Сізге мынандай жағдайлар болды ма? Сіздің жұмысыңызды біле тұра, үйді былай айтқан кезде сыйлыққа беріп жатсыз ғой. Маған да берші дегендей сияқтылар хабарласып айтатындар бар ма? Көбінесе ойнап айтатын шығар деп ойлаймыз. Өзіміз енді WhatsApp-қа да жазады, Instagram-ға да жазады. Біз де мұқтажбыз деп, бірақ Алла тағала мұқтаж қылмай қойсын. Ойнап та айтпай қойып, ондайды шыны керек. Негізі қазір біз мынандай мақсат қойдық та, кезекті баспананы беруге біз мекемеге барып береміз да. Мысалы, бірінші емес, 5-ші баспананы біз Анинский кенішіне апарып бердік. Ол кезде үлкен жиналыс болып жатты, еңбеккерлер, бастықтары бар, жаңағындай кәсіп одақтары бар. Сол жерге апарып табыстағанда ол адамдар өзінің садақасын қаяққа кетіп жатқанын көрді. Біріншіден, екіншіден жаңағы мұқтаж отбасы қуанған, сол қуанышын көріп сезінді. Біз баспана табыстағанда қандай сезімде болатынымызды сезсін деген ниетпен де. Кейін КМС-ке де бардық. КМС-ке де үлкен жиналыс болды. Алла разы болсын ол басшыларына. Сол жерде де табыстадық. Ол кісілерді көз жасын көрген, ол эмоция басқа да. Қуаныштың көз жасын көру деген ол үлкен, айтып отырмын, шабыт береді бізге деген. Басқа адамдарды жігерлендіреді осындай шараға араласуға. Сосын білмей жүргендерді сол жиналыста білетін болады. Сіздердің осында қор екен барына, осындай жұмыспен атқаратындығына. Одан бөлек енді қазіргі уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Жоспар енді жаңа айтқанымдай Ұлытау облысын аралап шығу. Енді ең бірінші мақсат біздің мұқтаждардың санын азайту. Бірігіп осы еңбеккерлердің санын көбейту. Біз мысалы қазіргі таңда 3 айда 2 баспана сыйласақ,
бір айда 2 баспана неге сыйламасқа деймін да. Иә, тамаша. Сондай мақсатқа қойдық. Сондай дәрежеге жетіп алсақ дейсің. Алла қаласа осы сәуір айда, осы 25 жылы сәуір айында 2 жылдық отчетымызды бергімізге отыр. Құдай қаласа оның қай жерде өтетінін, қалай өтетінін қазір жоспарда бар. Құдай қаласа. Ал жалпы міне сіз айтып отырсыз, Қазақмыс корпорациясының жұмыскерлері өздерінің айлығынан ұсталып қалған сомадан жинақталады деп. Ал қарапайым халық корпорацияда істемейтіндер сізге қалай осы қорға жәрдемдесе алады? Біз Каспий банкпен келісімшартымыз бар. Қазіргі таңда платежи разделына кірсе, сол жерде біздің реквизит, біздің ұлытау қоры деп жазылған. Қалаған сомасын кез келген адам аударылады, садақасын. Сол Каспий приложениесінде платежи деген бөлімшесінде ұлытау қоры деп қазақша жазса, сонда сіздің логотипіңізбен сол банктік реквизиттер шығады. Соған кез келген соманы кез келген сомасын аударылады. Сөйтіп оларды сіздің осы баспана болуға басқа кісілерге, мұқтаж жандарға өздерінің үлестерін осылай көмектесе алады. Жақсы. Сосын айта кететін жағдай, біз мысалы баспана табыстағанда біздің қорымызда қазіргі таңда еріктілер. Жаңағыдай, ол еріктілер бізде әр Қазақмыстың әр мекемесінің представителі деп айтайық. Сол жерде еңбек етеді, бірақ жұмысынан тыс уақытын бізбен бірге жүріп, аралап, мұқтаждар тексеріп, айлықсыз, өйткені ұлытау қоры айлық төлемейді ол кісілерге, төлей алмайды. Өйткені өзінің айлығы бар жұмыс істейтін жерінде. Сол кісілер алтын уақыттарын бөліп, бізбен бірге жүріп, ол кісілер мысалы Рейсханның қыздары бар бізде жүрген. ШПТ-да еңбек ететін кісілер бар. КМС-та еңбек ететін, Сойыда, көп адамдар. Ол кісілер қазіргі таңда бізде 12 адамбыз. Осындай аралап, алтын уақытын бөліп, мұқтаждарды қандай жағдайда тұрып атқанын бәрін реттеп, кейін баспана таңдап, баспанан сатушысымен келісіп, оның бәрі уақыт, кейін жетпейтін үйінде жетпейтін жаңағыдай төсек орын болсын, жаңағыдай бытовой техникасы болсын, спонсорларымызды аралап, сол кісілерден хабарласып, жаңағыдай бар жағдай түсіндіріп, спонсорларымызға бөлек рахметімізді айтамыз. Ол кісілер жаңағыдай интерьер мебель бар, жаңағы Ғабит ағамыз, Ванила шоп деген біздің кондитерский дастархан ұйымдастырады. Ол кісі бізге осы ұлытау қорын логотипімен әр баспана бөлек жаңағыдай торт ұйымдастырады. Ол кісі өзінің атынан, Алла разы болсын ол кісіге. Көп бисквит хаус болсын, жаңағыдай көп адамдар қатысады негізі. Дастархан ұйымдастырып, жаңа отбасыға сондай үлесі болсын. Шұғыла магазиндарына жезіғанда Айгүрхан, ол кісі звондасам болды, алақан ашық кісі, кілем керек па, жаңағыдай картина ма, ыдыс аяқ болсын. Қоныстайға өзінің сыйлығымен келеді. Сыйлығымен келмейді. Ол кісіні әзер дегенде шақырған болатынбыз. Жаңа 7-ші баспананы сыйлағанда әзер дегенде әйтеуір көндіріп, ал келгенбіз үй алады, келмейді, бірақ әр баспанаға үлесі бар да ол кісінің. Алла разы болсын. Өзінің шашуымен кәдімгідей. Тамаша. Мен әйтеуір сол бір баспананың тойында болдық, көрдік. Расымен де жан ашыр, өзінің септігін тигізіп жүрген кісілерді, жаңағы Ғабит деген кісі мебель жасайтын, әйтеуір ондай азаматтардың қатары сізде толыға берсін деген тілектемін. Көбісі білмейтін шығар, енді Құдай қаласа еңбек жасаудамыз. Әлі де жұмыс көп, мақсат көп алда. Ерлан мырза, мен нақты білем, былтыр бізде Қазақстанда қатты су тасқыны болды. Сол уақытта көптеген ұйымдар өздерінің үлестерін қосқысы келді. Жан-жақта батып жатқан ауылдарға, сол су басқан жерлерге сіздерде құрбыс тұрған жоқсыздар ғой. Сол жайлы айтып кетсеңіз. Дұрыс айтасыз. Су тасқыны біраз елді мекендерді сумен шайып кетті. Баспаналарын жаңағыдай өз баспанасынан қашуға мұқтаж болды кісілер.
біз білетін мынау Петропавл жақ, сосын мынау Торғай ауданы жақ бізге енді көршілес болғандықтан біз корпорация басшылығына ұсыныс білдірдік, осындай үлесімізді қосқымыз келеді. Жақсылық эстафетасын жариялап, жаңағыдай әр мекеме, әр кенші өзінің үлесін қоса алады деп осындай эстафета ұйымдастырайық. Көлік сұрадық ол кісілерден, жүк тасымал көлігін. Логистика жағын ол кісілер бізге кәдімгідей көмек берді. 2 длинномер дейміз ғой, фура 2 фура бізге ұйымдастырып берді. Алла разы болсын. Сол 2 фураны бір жетіде жаңағыдай жақсылық эстафетасын ұйымдастырып, осы Қазақмыс корпорациясында мекемесіне қарамағында жұмыс істейтін жаңағыдай кеншілер болсын, жаңағыдай өзім айтқандай фабрика болсын, КМС, соя, әр предприятие, әр мекеме өзінің үлесін қосты. Ұлы дала гипермаркет Кеңгірдегі сол жерде тұрды. 2 фурамыз, 1 фура толығымен азық түлікпен толтырылды, 2 фура су, ауыз су, ішетін су. Сол кезде жаңылыспасам 50 тоннадан артық көмек жәрдем кетті. Сол көмекті қалай жинап болдық? Жаңа басшылар бізге көлік ұйымдастырып берді. Сол грузды, жаңағыдай көмекті, 2 фураны көмекті Торғай ауданына сопровождениемен алып барып, сол жерде жергілікті мекемеге 5 ауылға үлестіріп беруге көмектестік. Жігіттер өздері барды, өзіміз де бардық. Сол жерде тең бөліп, халықтың батасына ие болып, өз көзімізбен көріп, қандай жағдайда болатқан ол кісілер рахметін айтып, сөйтіп қайтқанбыз. Ол да үлкен еңбек болды, жұмыс болды. Сосын сол колонна барарда сіздер Ұлытау арқылы төте жолмен барған жоқсыздар ғой? Айналып Астана арқылы ғана бірақ шығып, әйтеуір сіздер 10 күндей болған жоқсыз, жолда жүрдіңіздер. Жолда сондай уақыт кетті. Ол жерге жеткенше, жаңа өзіңіз айтқандай, Қарағанды Астананы айналып бардық. Неге десеңіз, мынау арқалық жақпен төте жолмен барсақ, ол кезде шаң болып отқан, апаратқан, жаңа әр бір отбасы болды, кішкентай қыз бала өзінің жаңағыдай жинаған ақшасынан бізге жаңағыдай қант сатып әкеп беріп отыр да. Ол үлкен аманатты. Қалай бізге берді, соны жеткізу үлкен аманат болды. Ал төте жолмен баратын болсақ, шаң болады, су болады. Ол жаққа жеткізгеннен кейін қандай дәрежеде алып барамыз, оны бір алла біледі да. Сол себептен асфальт жолмен айналып болса да жол шаршатады. Бірақ соған қарамастан сол қажырлы үлкен еңбек болды сол уақытта. Сіздердің Ұлытау қор командасы да бір апта бойы сонда тұрдыңыздар. Одан бөлек гипермаркеттен жаңа сіз айтқан Кеңгір елді мекенде орналасқан. Одан тыс 2 қалада да кішкентай газельдер де тұрды ғой. Қарапайым халықта өздерінің жаңа сіз айтқандай бір келі 10 болса, бір 5 литрлік су болса да өзінің көмегін көрсететін бір апта бойы сол жерде қабылдау пунктісі ұйымдастырылған болатын. Сөйтіп 50 тоннадан артық көмек жәрдем сол Торғай ауданына жеткізілді. Ерлан мырза, осы Ұлытау қорына қатысты қандай да бір басқа іс-шаралар ұйымдастырылып жата ма? Ішінде болсын. Осы 24-тің жаз, өкінішке орай жаздың аяғына қарай біз осындай Жезқазған қаласында жастар паркінде скейт ролл деген бір роликовый центр ашқан болатынбыз. Ол роликовый центрдің мақсаты жастарды спортқа, таза ауада ролик тепсін. Бос уақытын телефонда емес, компьютерде емес, таза ауада жаңағыдай ролик теуіп шамалы дене шынықтырумен айналыссын деген. Бірақ ол роликтерді біз арендаға бердік. Түскен қаражат осы Ұлытау қорының мақсатына жұмсалды. Жаңағына, яғни баспанаға. Приятно с полезным дейді ғой. Адам өзіне денсаулығына пайда, плюс еще үлесін қосып жатыр да, жаңағыдай Ұлытау қорының жұмысына. Мен өз көзіммен көрдім ғой оны. Барлық роликтеріңіз судай жаңадан алынған. Сосын жаңағы шартақ дей ма, забор? Оның барлығын сіздер істедіңіздер. Қолмен барып, жұмыстан кейін барып, жан-жақтан материал іздеп, жаңағыдай спонсорларымыз жаңағыдай жәрдем беріп бізге
сол ақшаны қайдан алдыңыздар деп сол сұрақ қояйын деген осы. Сол өзіміздің жаңа спонсорларымыз, жаңағыдай жанашырларымыз, біз осындай ниетімізді білдірдік. Ол кісілер бізге керекті қаражат жаңағыдай қорға салған жоқ, олар кәдімгідей алып берді бізге. Роликтерді алып берді, сосын жаңағыдай материалдар, USB панельдерді, поддондарды жинадық жан-жақтан, одан өзіміз құрастырдық, апарып құрдық. Алла разы болсын. Өзіміздің жаңағыдай еріктілеріміз. Сол ұлытау қорына жиналған ақшаның бір теңгесі бұл идеяны жүзеге асыруға скейтроуды жұмсалған жоқ па? Оған жұмсалған жоқ. Өйткені оны жұмсай алмаймыз да. Неге десеңіз, ұлытау қорының жаңағыдай еңбеккерлердікі болсын, садақа, жаңағыдай платежден түсіп жатқан бәрі бір счет. Сол счетты біз мысалы нотариусқа барамыз. Мұқтаж отбасы барады, жаңа сатушы барады, баспананы сатушы қандай реквизит береді сол жерге, счет. Сол жерде біз телефон арқылы перевод жасаймыз. Нысанасы біреу ғана, пәтер алу ғана. Басқа категорияға ақша жұмсауға болмайды. Жұмсауға болады, бірақ біз ондайға бара алмаймыз да. Неге десеңіз, әр теңге біз үшін өте қымбатты. Біз андай көп мақсат қойып тастадық та, қазір мысалы 2 жылдық отчетқа дейін баспананы 10-ға жеткізіміз келеді. Алла қаласа. Әдемі сау, 10 деген. Алла нәсіп етсін, жүзеге асыруға. Сіздің де үлесіңіз мол, білеміз. Торғай ауданынан көмек, су тасқынынан көмектен бастап сізді білеміз, танимыз. Алла разы болсын. Егер де сіз біздің қатарымызға қосылам десеңіз, садақа берем, осы мұқтаждардың санын азайтам, ұлытау қорымен бірге, онда өзіңіздің мекемеңіздің бухгалтериясына барып, өтініш жазасыз, ұлытау қорына өзінің жалақымнан қалаған суммаңызды садақа қылып жібере аласыз. Алла ниетіңізді қабыл етсін, мұқтаждардың санын бірге азайтайық, ұлытау қорымен бірге болыңыздар. Осымен біз эфирімізді аяқтайық. Расымен де күшті ақпаратты сұхбат болды деп ойлаймын. Бұрыннан бері көп адамдар сұрайды, ұлытау қоры қандай мақсатта жұмыс істейді, олардың жұмыс істеу тәртіптері мен жұмыстарының көрінісі қандай болады деп, сіз осы подкастта барлығын толық ашық бізге жеткізіп бердіңіз. Ерлан мырза, сізге және сіздің командаңызға тек қана табыстылық тілейміз. Жаңа өзіңіз айтқандай девиздарыңызды өте мықты, мұқтаждар санын азайтайық деген. Біз де барынша көмегімізді беруге дайынбыз. Алла нәсіп етсін, сіздердің жұмыстарыңыз өрлей беруіңізге. Амин. Алла разы болсын, сізге де рахмет.